Сөз депутат Нұрымова Гүлдара Алданышқызына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Депутаттық сауал премьер-министрінің орынбасары Скляр Роман Васильевичке. Президент 2025 жылға дейін барлық елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша тапсырма берген. Алайда, бүгінгі таңда ел бойынша ауылдарда ауыз сумен қамтудың ең төмен деңгейі Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Абай, Қарағанды және Жамбыл облыстарында. Сонымен қатар 121 ауыл бойынша мемлекет басшысының тапсырмасының орындалмау қаупі бар. Оның ішінде 51 ауыл бойынша тіпті жобалық сметалық құжаттар жоқ. Осы тізімге кірмеген, есепке алынбаған тағы ауылдар бар. Олар ақиқатын айтсақ, қағаз жүзінде ауыз су бар, ал іс жүзінде жоқ елді мекендер. Мемлекеттің қазынасынан бөлінген қаржы желге ұшып жатыр. Мысалы, Жамбыл облысындағы Тұрар Рысқұлов ауданына қатысты Жарлысу, Мойынқұм ауданына қатысты Қылышбай елді мекендерінде ауыз су мәселесі шегіне жетіп тұр. Қылышбай ауылындағы жағдай фильтр орнату арқылы жартылай шешілген болса, ал Жарлысу ауылын ауыз сумен қамту әлі де шешімін таппай отыр. Халықпен кездескен кезде ауыл тұрғындары осы сұрақты бірнеше мәрте көтерді. 5 жыл бойы шешімін таппай келе жатқан мәселеге наразылық білдірді. 2020 жылы су құрылыстарын жүргізген жауапты мердігер компания өз жұмыстарын толық жасамаған, нәтижесінде ауыз су жоқ. Ал 21 жылдың сәуірінде жергілікті басылымда шыққан мақалада ауыз судың халыққа жеткені және сумен қамтамасыз ету жұмыстарының сәтті өткені туралы хабарланған. Сұмдық жағдай. Бұл нағыз көзбояушылық, жауапсыздық. Ауыл тұрғындары көптеген кемшіліктерді анықтап, тиісті органдарға жеткізген, бірақ нәтиже жоқ. Сонда республикалық бюджеттен бөлінген 414 миллион, облыстық бюджеттен бөлінген 80 миллион, сонымен қатар жобалық сметалық құжаттарға, экспертизаға, геологиялық жұмыстарға бөлінген қаржының іздеу сұрауы жоқ па? Мұндай мысалдар өңірлерде жетерлік. Осыған орай сізден аталған жағдайды жеке бақылауыңызға алып, тиісті тексерістерді өткізіп, осыған жол бергендерді жауапқа тартып, тағы осындай жағдайдағы ауылдарды анықтап, жобалық сметалық құжат жоқ 51 ауыл бойынша жұмыстарды тез арада атқарып, ауылдарды ауыз сумен қамтамасыз етуді қағаз жүзінде емес, іс жүзінде шешуіңізді сұраймын. Құрметпен Аманат партиясының фракциясының мүшесі депутат Нұрымова.